Сәлеметсіз бе? 2022 жылғы 12 тамызда жарияланған аудандық соттардың судьялары лауазымдарына конкурстың қорытындылары туралы ақпаратты ұсынамыз. Бірінші кезең аясында жаңадан құрылған Абай, Жетісу және Ұлытау облыстарында 63 бос орынға арналған конкурстың қорытындысы шығарылғанын айта кету керек. Екінші кезеңде 81 бос орынға арналған конкурстың қорытындысы шығарылды. Бұл жоғарғы соттың судьясы, облыстық соттардың сот алқаларының төрағалары, облыстық соттардың судьялары және аудандық соттардың төрағалары. Ағымдағы жылдың 2 желтоқсанында аудандық соттардың судьялары лауазымына 91 жаңа бос жұмыс орны пайда болу туралы қосымша хабарландыру жарияланды. Осыған байланысты 29 желтоқсанда жоғарғы сот кеңесінің отырысына аудандық және оларға теңестірілген соттар судьяларының 254 бос орынға арналған конкурс қорытындысы шығарылды. Конкурсқа барлығы 310 үміткер қатысты. Бұл біліктілік емтиханы мен тағылымдамадан сәтті өткен тұлғалар. Сот төрелігі академиясының түлектері, жүйе ішінде ауысуға ниет білдірген жұмыс істеп жүрген судьялар, сондай-ақ қызметтен кеткеннен бері 4 жылдан астам уақыт өтпеген бұрын жұмыс істеген судьялар. Конкурстық іріктеу барысында кандидаттар көп сатылы және кезеңдік бағалау жүйесінен, оның ішінде заң мамандығы бойынша өтілінің ұзақтығы, ғылыми дәрежесінің болуы, судьялар қауымдастығы мен жұртшылықтың оң қорытындысының болуы, сұхбат нәтижелері және автоматтандырылған өңдеуге болатын басқа да көрсеткіштер ескерілген цифрлық кезеңнен өтті. Сонымен қатар көрсеткіштерді кешенді бағалау жүргізілді, цифрландыруға жатпайтын кандидаттар туралы мәліметтер зерттелді. Мысалы, оларға психологиялық тестілеу және полиграфиялық зерттеу қорытындылары, олардың тарапынан әкімшілік құқық бұзушылықтардың болуы, сот төрелігін жүзеге асыру сапасы және қаралатын істердің күрделілігі, әдепті сақтау және басқа да маңызды мәліметтер жатады. Осындай жұмыстың қорытындысы бойынша конкурстық комиссияда жеткілікті ақпарат болды. Оның негізінде кандидаттар сапалы іріктелді. 310 кандидаттың ішінен аудандық соттардың судьялары лауазымдарына 127 адам ұсыным алды, оның 68-і алғаш рет ұсынылған заңгерлер және 59-і жұмыс істеп жүрген судьялар. Бұл ретте үміткерлердің санына қарамастан іріктеу түбегейлі және мұқият жүзеге асырылды. Мысалы, үміткер болған 147 судья лауазымына конкурс өткізілмеді деп танылды. Конкурсқа қатысушылардың басым бөлігі Астана қаласының Сарыарқа аудандық сотына 1 орынға 73 кандидат, ең азы Атырау облысының Қызылқоға аудандық сотына 1 бос орынға 1 кандидат, сондай-ақ Жамбыл облысының Мойынқұм аудандық сотына, Атырау облысының Махамбет аудандық сотына және Абай облысының Бородулиха аудандық сотына 1 орынға барлығы 2 кандидат үміткер болды. Ұсынымды алғаш алған 68 адамның 49-ы республика соттарының мамандары, жеке сектор мен мемлекеттік органдардың 8 заңгері, 3 адвокат, құқық қорғау органдарының 8 қызметкер болып табылады. Барлығы дерлік магистр дәрежесінің иегерлері 62 кандидат, олардың 58-і сот төрелігі академиясын бітірген, 4-еуі мемлекеттік немесе ведомстволық наградаларға ие. Ұсынылған заңгерлердің орташа жасы 36 жас, заңгерлік өтілі 12 жыл. 59 судьяның 8-і мемлекеттік немесе ведомстволық наградаларға ие, ал 15-і магистранттар. Ұсынылған судьялардың орташа жасы 44 жас, заңгерлік өтілі 19 жыл. Сот жүйесіндегі тәжірибесі 9 жыл жарымды құрайды. Назарларыңызға рахмет.